Қазақстан Республикасы президентінің 2016 жылғы 1 наурыздағы нөмірі 205 Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы жарлығын жүзеге асыру бағытында облыста бірқатар жұмыстар атқарылуда. Облыс бойынша 712 мектепке дейінгі ұйым жұмыс жасайды. Онда 47.796 бала тәрбиеленуде. Облыстағы мектепке дейінгі білім ұйымдар желісін 2015 жылмен салыстырғанда 64 бірлікке, ал ондағы бала саны 4445-ке өскен. 1 мен 6 жас аралығындағы балалардың мектепке дейінгі ұйыммен қамтылу 1,4%-ға өсіп, 52,4%-ды құраса, 3 пен 6 жас аралығындағы балалардың мектепке дейінгі ұйымға қамтылуы 6,5%-ға өсіп, қазіргі таңда 100%-ды құрап отыр. 2016 жылы 370 орындық 2 балабақша құрылысы іске қосылды. Оның ішінде Нұрлы жол бағдарламасы аясында республикалық бюджет есебінен 280 орындық балабақша, сондай-ақ облыстық бюджет есебінен 90 орындық балабақша. Ашылған 64 мектепке дейінгі ұйымның 63-і балабақша, біреуі шағын орталық. Ашылған 63 балабақшаның 62-сі жеке меншік балабақша. Қазіргі таңда облыс бойынша 249 шағын орталық жұмыс жасайды. Оның 245-і мемлекеттік, 4-еуі жеке меншік шағын орталық. 249 шағын орталықтың 49,4%-ы толық күндік шағын орталық. Облыс бойынша жеке меншік балабақшалар желісі жылдан жылға көбеюде. 2015 жылы 234 жеке меншік балабақша болса, қазіргі таңда облыста 306 жеке меншік балабақша жұмыс жасайды. Ол барлық балабақшаның 66%-ын құрайды. Республика бойынша жеке меншік балабақшаларды ашу жағынан алдыңғы қатарда. 2016-2017 оқу жылында 20.773 бала мектеп алды даярлықтан өтуде. Ол барлық 5 пен 6 жастағы балалардың 100%-ын қамтыды. Білім мен тәрбиенің алғашқы сатысы балабақшадан басталады. Жас ұрпақ игілігі үшін жүзеге асып жатқан жобалардың нәтижесі көз қуантарлық. Бұл игі бастама болашақ үшін.